Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздермен футбол әлемінің соңғы жаңалықтармен бөлісуге дайынбыз. Бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға тіркелсеңіздер жеткілікті. Біз видео шығаруды тоқтатпаймыз. Олай болса, көп созбайық, біз бастаймыз. Марко Асенсио осы жазда Реалдан кетуге жақын. Оған басқа клубтардан көптеген ұсыныстар түсті. Испандыққа Милан, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Арсенал және Ювентус клубтары қызығып отыр. АС басылымының хабарлауынша Ливерпульде Асенсионы сатып алғысы келеді. Садио Мане кеткеннен соң Ливерпульдің шабуыл шебі әлсіреп қалды. Сондықтан осыны қалпына келтіру керек. Асенсио шешім қабылдауға асығып отырған жоқ. Ол өз агенті Жорже Мендешке толықтай сенеді. Ойыншының өзі Реалда қалғысы келеді. Бірақ негізгі құрамда да ойнағысы келеді. Ал Ливерпуль болса Асенсиоға әрдайым негізгі құрамда ойнайтынына уәде бере алмайды. Меніңше Асенсионың Ливерпульге ауысқаны дұрыс. Юрген Клоп испандықтың құлап бара жатқан мансабын қайта жандандырады. Ал журналист Экрам Канурдың хабарлауынша Реалға Асенсио енді керек емес. Мадридтіктер испандықтың орнына Бавария ойыншысы Серж Гнабриді сатып алуды ойлап отыр. Немістің өзі Бавариямен келісімшартын ұзартудан бас тартты. ПСЖ командаға Луиш Кампуш келгеннен кейін жартылай қорғанысты толықтай өзгертеді. Париждіктерден Жоржино Веналдум, Идрисе Гуе, Леонардо Передес және Адриан Эррера кетеді. Яғни енді Парижге көптеген жаңа ойыншылар келеді. Шайықтар Арилиан Чаумени үшін 100 миллион, ойыншының өзіне 12 миллион жалақы ұсынды. Бірақ бәрібір француз корольдік клубты таңдады. Бірақ ПСЖ-да басқада нұсқалар жетіп артылады. Фабрицио Романоның хабарлауынша ПСЖ Портудан 22 жастағы жартылай қорғаушы Витиньяны сатып алуға жақын. Келіссөздер жүріп жатыр. Витиньян ПСЖ-ның басты мақсаттарының бірі. Le Parisien басылымының хабарлауынша ПСЖ Ланстан жартылай қорғаушы Секо Фафананы 20 миллион еуроға және Foot Mercato басылымының хабарлауынша Шейхтар Рен жартылай қорғаушы Лавро Мейерге де көз тігіп отыр. Летен Спорт басылымының хабарлауынша париждіктер Лильден Ренату Санчесті сатып алу үшін келіссөздер жүргізіп жатыр. Айта кетейік, Санчесті италиялық Миланда сатып алғысы келеді. Милан Санчес үшін 15 миллион еуро ұсынып отыр, ал Лил 30 миллион сұрауда. ПСЖ болса 30 миллион еуро төлеуге дайын. Сондықтан Санчесті енді Парижде күте берсек болады. Жыл сайын Аякстың жас таланттарын әлемнің топ клубтары жарыса сатып алып кететініне қарамастан, Аякста олардың орнына басқа да жаңа ойыншылар пайда болады. Кеше ғана топ клубтар Матейс Делект пен Френки де Йонгке таласқан болса, дәл қазір талас Юриен Тимбер мен Лисандро Мартинес үшін болып жатыр. Бұл екеуі мансабын АПЛ-де жалғастыруы мүмкін. Манчестер Юнайтед екі ойыншы үшінде үлкен ақша ұсынып отыр, бірақ әлі келіссөздерде жолы болмады. Метроспорт басылымының хабарлауына сенсек, Юриен Тимбер Тен Хагпен жақсы қарым-қатынаста екеніне қарамастан, қызыл сойқандар сапына өтуден бас тартты. Голландиялық Чемпиондар лигасында өнер көрсеткісі келеді. Лисандро болса АПЛ-ге ауысқысы келеді. Және бұл жерде манкуниандықтардың мүмкіндігі бар. Бірақ бұда да МЮ-ге бәсекелестік тудыратын бірнеше клуб табылды. The Athletic басылымының хабарлауынша Арсенал Мартинес үшін Аяксқа 30 миллион еуро ұсынды. Бірақ Аякс бұны қабылдамады. Осыған қарамастан зеңбірекшілер аргентиналықтан үмітін үзген жоқ және жаңа ұсыныс дайындап жатыр. Юриен Тимберде Мартинесте болашағына өте үлкен үміт күттіретін ойыншылар және оларды сатып алам деушілер әлі де көбеюі мүмкін. Ең беделді журналист Фабрицио Романоның хабарлауынша қазір еркін агент статусымен жүрген белгиялық Аксель Витцель Атлетико Мадридпен келісімшартқа отырды. Жақын күндері Атлетико өздерінің жаңа жартылай қорғаушысын таныстырады. Витцельдің келісімшарты бір маусымға ғана жарамды болады. Басқа ақпараттар жоқ. Басқа ақпараттардың білудің керегі де жоқ. Ойыншы көп жалақы алмайтыны анық. Атлетико жанкүйерлерін керемет трансфермен құттықтаймын. Тәжірибелі керемет ойыншыны су тегінге командаларына қосып алды. Ең бастысы осы. Трансфер шынымен де күшті. Витцель 33 жасына қарамастан әлі де бабын жоғалтқан жоқ. Және мадридтіктерге үлкен пайдасын тигізеді деп сенемін. Менің бір түсінбегенім Боруссияның бельгиялықты құр жібергені.
Осыған қарамастан немістер әлі үлкен трансфер жасаған жоқ. Меніңше Витселдің кетуі аралар үшін өте үлкен шығын. Атлетикодан бөлек Витсел мен француздық Марсельде келіссөздер жүргізген. Бірақ бельгиялық Диего Симеонаның командасын таңдады. Реал жайлы тағы бір жаңалық. Мадридтіктер үлкен керемет трансфер дайындап жатыр. Қалтада ақша бар, бірақ шабуылда ойнайтын ойыншы жоқ. Мбаппемен жолдары болмады. Холландтан өздері бас тартты. Әрине Бензема бар, бірақ ол көпке жетпейді. Келесі жылы жақсы өнер көрсететініне кепілдік жоқ. Осы мәселені қазір бір жақты ету керек. Және Флорентино Перес бұның шешімін тапты. Кейбір басылымдардың хабарлауынша Реал Тоттенхемнің басты жұлдыздарының бірі Сон Хэн Минді сатып алуды ойластырып отыр. Дәл қазір трансфер маркет кәрісті 75 миллион еуроға бағалап отыр. Сон Хэн Миннің шпорлармен ұзақ мерзімді келісім шарты бар екенін ескерсек, Тоттенхем ойыншы үшін 100 миллионнан көп ақша сұрайтыны анық. Олар сонда сатқысы келмеуі де мүмкін. Не дегенмен Харри Кейн мен Сон ең мықты дуэттердің бірі. Сон өткен маусымда 45 ойынға қатысып 24 гол соғып, 10 нәтижелік пас берген екен. Осылайша Сон АПЛ-дың ең үздік бомбардирі атағын Ливерпульдің шабуылшысы Мухаммед Салахпен бөлісті. Қысқасын айтқанда, Сон өз бағасына тұратын ойыншы. Чаумини сияқты емес. Реал Сонға бұрыннан қызығушылық танытып жүрген. Өткен жылы көптеген басылымдар Сонның Реалға келетінін жазған. Бірақ сонда да трансфер орын алмады. Бұған себеп Реалдың Мбаппемен келісімге келгені болуы мүмкін. Шынын айтсақ, Сон Тоттенхемде көп жылға бөгеліп қалды. Оған қазір болашаққа қарау керек. Әрине Тоттенхем амбицияға толы мықты команда. Бірақ Реал олардан әлде қайда жоғары. Өз басым Сонның Реалға келгенін қолдаймын. Мюнхендік Бавариядан үлкен жаңалық. Роналду Баварияда Левандовскийді алмастыруы мүмкін. Достар, бұл менің ойдан шығарғаным емес. Сен өтіріксің деп айтудың керегі жоқ. Алдын күні Роналду МЮде қалады деп үлкен басылымдардың барлығы хабарлады. Кеше Роналду Парижге ауысатын болып еді. Ал енді бүгін барлық үлкен басылымдар Роналду Баварияға келеді деп жазып жатыр. Бұл жерде менің кінәм жоқ. Роналдудың Баварияға ауысатынын испандық Foot Mercato, немістік Bild, британдық Daily Express, француздық Figaro және тағы да француздық Onzio Mundial басылымдары жазды. Достар, бұл өте танымал үлкен басылымдар. Олар бір дүниені айтса жайдан жай айтпайды. Және барлығы бірден. Яғни бұл жайлы шынында да ақпараттар бар. Ал AS басылымының хабарлауынша Роналду МЮден кетуге шешім қабылдады. Оның ойынша, егер ол Олд Траффордта қалса, енді ешқандай жүлде жеңіп ала алмайды. Бавария егер Левандовский кететін болса, онда бұл жағдайда пайдаланып қалады. Роналдудың өкілдері де Баварияның қызығушылығын растап отыр. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмам. Видео ұнаса лайк басып, жаңалықтар жайлы өз ойларыңызды комментте қалдыруды ұмытпайық. Және арнаға тіркеліп жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.